сен бірінші беттен 100-ші бетке шейін сен аударасың, 101-ден 200-ге шейін сен аударасың деп әркімді қамап кеткенде, кім қалай жазса солай ұра берген ғой. Енді қылмыстық кодекс деп айтайықшы, сол 8 оқылымнан кейін барып қабылданды. Әрине 8-ші нұсқасы қабылданды. Сол қабылданғаннан кейін біздің профессорлар айтады, енді біз сол профессордың көзін көрдік қой. Мен деген бүкіл кезіндегі СССР-ға танымал ғалымдар ғой. Болғаннан кейін айттық дейді. Мынаның қазақшасын жасап берейін деп. Бірінші орысша қабылданды ғой. Сол кезде профессор Жекебаев айтады марқұм. Министр айтты дейді, жоқ өзімнің аудармашыларым бар, керек жоқ деп. Енді ол кезде мен қарасам Колпаков деймін шамасы, әділет министрі. Соны шынымен аудармашылар аударды да. Қойыртпақ. Бәрін бытсырып жіберді. 99 жылы мен Ескі дерт деген заң газетіне мақала шығардым. Оны қарасаңыздар болады. 23 маусым 99 жыл. Ол заң газетінің 4 беті болып кетті. А ол өзі 8-ақ бет газет. Зам редакторы Серғазы Мұхтарбек ағамыз айтады, сен түгел Симановқа 4 бет бермейміз, 2 бетін қысқарт дейді. Мен айтамын, аға, бұл деген өте маңызды, мына жер деген шиқан шығып жатыр қылмыстық процестік кодекстің. Қазір қылмыстық процесс дейміз, ол кезде қылмыстық іс жүргізу кодексі. Содан деген 2 бетін қысқарттырды әйтеуір. Сен түгел 2 беттің өзін жимам қоймаймын, саған соң риза бол деп. Оның өзі үлкен ғой, A2 формат. Иә, мынандай үлкен. Қара беттермен. Енді қараңыз, сол профессордың айтқанына көзім әбден жетті. Өйткені себебі бұл сен бірінші беттен 100-ші бетке шейін сен аударасың, 101-ден 200-ге шейін сен аударасың деп әркімді қамап кеткенде, бір-бірімен сөйлеспеген сияқты, және бір-бірімен сөйлеспеген. Әркім әртүрлі. Мына сөзді мен былай жазып жатырмын, сендер қалай жазасыңдар демеген бір-біріне. Кім қалай жазса келеді, солай ұра берген ғой. Мүлдем бір-біріне. Өте нашар көшірме. Ой қозғау подкастының студиясында қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.